Мына жалған өмір кімге мәңгілік мекен болған дейсің? Кезі келгенде оралмас сапарға аттанып кете барасың. Өмір заңдылығы солай. Алайда кей кезде адамға өлшеніп берілген ғұмыр қысқа болып, өзегіңді қайғы мен өкініш кернейтін сәттер аз болмайды. Шаңырағымыздың құт берекесі, Батагөй данасы болған Жаппар әкеміз арамыздан оралмас сапарға аттанғанына да 1 жылдың жүзі болыпты. Күні кеше ғана ортамызда жүріп, жан-жағына шуақ шашқан Асқар Таудай әкеміздің қазасы жанымызды аяздай қарып, орны толмас қайғыға душар етті. 1970 жылдан бастап Шардара совхозында шаруашылық жұмысын атқарған. 1978 жылы Мақтаарал ауданына қарасты Жеңіс совхозында Найман Бұхарбай бөлімшесінде дүкенде қызмет атқарған. Кейіннен үлгілі шобан болған. Ауылдың арқа сүйер азаматы, беделді ағасы ретінде сый құрмет иесі атанды. 2 ұл, 5 қызды тәрбиелеп өсірген Жаппар әкеміз қазір ортамызда болғанда 21 немере мен 11 шөберенің ардақты атасы болар еді. Амал нешік. Сумажалдың оғы әкемізді нысана қалып, орнын ойсыратып әкетті. Бүгін әкеміздің нұрлы бейнесін сағынышпен еске ала отырып, жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннатта болсын деген дұға тілекпен, жақсысың орның пейіш төріндесің, кеткен соң соны тілер елің де шын, сақтылар жүректе атың қайран әке, қош енді рас мәңгі көрінбейсін деген өлең жолдарын жолдаймыз. Өмір жайында ойлана қалсам, ессіз адамдай жылап күлемін. Жүрміз өлместей өмірге келіп, жалғанның жайлы төрінде көріп, басыңа жауған бақыттың қары, түседі-ай бір күн, түседі-ай бір күн, түседі-ай бір күн көңілденер. Кетер әкеңде, анаң да кетер, кеткенше саған алаңдап өтер. Тірі кезіндей құрметте бәрін, өкпелегенше заманға бекер. Бермес ешкімге тіршілік баға, татынмас тағдыр бір шыбыққа да, анау өмірге апаратының Құдайға қылған құлшылық қана. Анау өмірге апаратының Құдайға қылған, Құдайға қылған, Құдайға қылған құлшылық қана. Шіркін таусылса әттеңің қана, салқын күндердің сәттерін қара. Жалғаннан жалғыз алатын еншің, 1-2 метр ақ кебін ғана. Сыналар өмір өтінде күшің, бай адам мықты секілді үшін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар бетіндегісін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар, жер жаулап алар, жер жаулап алар, жер жаулап алар бетіндегісін. Жетер Алладан үкім алдағы, пенденің өлмеу бүкіл арманы. Айтып келмейтін ажал құрғырдан, қорқыттың өзі құтыла алмады. Қалар артында жаңғыры белес, әрбір адамның тағдыры белес. Бәріне мәңгі өмір тілерем, өмірде бәрі
бәріне